сенің банковский счетында $86,400 жатыр деп ойлайық. Бір адам келеді де, сенің $10 ұрлап кетті. Не істейсің? Сен ол адамнан кек алу мақсатында ашуланған соншалық, қалған $86,390 манқ еткізіп оның бетіне лақтыруға дайынсың ба? Жоқ әлде сен? Жарайды, қойшы соны деп. Болған жағдайда ұмытып, өміріңді ары қарай сүре бересің бе? Әрине сен ары қарай өмір сүре бересің. Бізге досым барлығымызға күн сайын Алладан 86,400 секунд беріледі. Сондықтан да қандай да бір ақымақтың 10 секундта айтқан жаман сөзіне мән беріп, бүгінгі күнді толығымен бұзылуына жол берме. Кішігірім нәрселерге назарыңды аударма. Өмір деген ол сен ойлағаннан гөрі әлде қайда үлкен.